Маған неге айтпадыңдар? Апа, Әлішер сізді уайымға салғысы келмеді. Былайынан жай сөйлесуге болмай ма? Жетер енді. Енді мен сізге уәде беремін. Мен сізден ештеңе жасырмаймын, апа. Бәрін айтамын. Мәулен, Әлішердің ауруханада екенін білмейді. Иә. Біз бүкіл күзеттің барлығын алып тастаймыз. Сенің орныңа басқа бір адамды жібереміз. Сонда барлығы оны сен деп ойлайды. Дүкен аштым. Қандай дүкен? Біз жолға шығуымыз керек. Неге? Жарас. Сіз Әлішердің қауіпсіздігіне кепілдік бере аласыз ба? Әрине кепілдік береміз. Ештеңеге алаңдамаңыз. Сәлем, Майра. Сәлем. Әлішер келді ме? Жоқ, келген жоқ. Әне өздері келе жатыр. Меніңше бұл Әлішер емес. Сәлем, Карин. Сәлем, Жарас. Сәлеметсіз. Таныс қойыңыздар, Әлішер. Саламатсың ба? Сәлеметсіз ба? Сен кіре бер, мен қазір барам. Бұл қалай сонда? Бұл Мәуленді қолға түсіру операциясы. Енді Әлішерге мүлдем ұқсамайды ғой. Жақыннан қарағанда ұқсамайды, ал алыстан қарасаң Әлішер екен деп ойлап қалады екенсің. Біз де солай ойлаймыз. Мәулен бәрібір жақын келмейді. Ол алыстан ғана бақылап жүреді. Сонда бұл қандай операция? Әлішердің өзі қайда? Сіздер үшін Әлішер жұмыста, ал мына жігіт оның рөлін ойнайды. Жарас, нағыз Әлішердің өзі қайда? Карина, бұл құпия. Сіздер үшін Әлішер жұмыста. О, Жәнбек. Жарас. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен сізбен сөйлесуім керек. Жүріңіз. Жүр. Міне керек болса, кәдімгі кинодағыдай. Біздің полицейлер дәл осылай жұмыс істейді деп ойламаппын. Не? Карина, менің біреуге айтқым келіп тұрғаны. Таныс қойыңыз, Әлішер. Жәнібек, Әлішер. Жүріңіз. Ұқсайды екен. Иә, бірақ кішкене жүрісі келмейді. Меніңше келеді. Иә, сізге айтатын әңгімем бар. Айта беріңіз. Әлішердің қазір жағдайы жақсы. Ол қауіпсіз жерде. Егер шабуыл жасайтын болса, өзін-өзі қорғайтын, арнайы дайындықтан өткен сыңары бар. Ал менің сыңарым жоқ. Мен тіпті көшеге шығуға қорқам. Қайда барсам да Мәулендер де істейді. Енді мен немен көмектесе аламын? Қазір ондай заттарға тыйым салғанын білем. Оны сатып алу да оңай емес. Жәнбек, ашығынан айтыңызшы, не керек болып тұр? Маған тапанша керек. Өз-өзімді қорғап жүру үшін. Сіз дұрыс айтасыз. Суық қаруды бізде ұстауға тыйым салынған. Сосын ешқандай қауіп жоқ. Уайымдамаңыз. Рас па? Әрине. Жақсы. Тек Мәуленді тезірек ұстасаңыздар екен. Жарайды. Құлыным, алтыным, шөп. Міне, әжем келді. Құдағы келген екен ғой. Аман есесіз. Амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Алтынайлар қайда? Олар Айнұр екеуі дүкенге кетті. Қалай, аман есен барып қайттыңыздар ма? Барып қайттық. Кел, құда. Әлішер ауруханада жатыр. Ауруханада жатқаны қалай? Ойбай. Өзіміз кеткелі талай жайлар болды ғой. Бір шаруа ыңғайланғандай болғанда енді ғана дейін дегенде екінші шыға келеді. Уайымдамаңыз енді құдағи, бәрі жақсы болады. Бір жамандықтың артынан бір жақсылығы бар дейді ғой. Әлішер енді қалай екен енді өзі, а? Жүрегім бір нәрсені сезгендей. Мәдие Әлішерге барып білейші дедім. Сөйтсем
Әлішер бізге ештеңе айтпай жүр екен. Сәлем, Алтынай. Сәлем. Саған дүкенге келген азық-түліктерді қойысуға келдім. Айнұр үйге қайта бер, өзім істеп тастаймын. Бүгін менің кезегім ғой енді. Үйдегі шаруалардың бәрін істеп тастадым. Ішім пысып кетті. Келген заттардың бәрін орындарына қойып тастадым. Қойшы. Қалай жылдан істеп тастағансың? Шын айтам. Сәлем, қыздар. О, Мәди. Қалың қалай? Жақсы, өздерің. Дүкеннен шықпайтын болсыңдар ғой, ә? Чо? Айнұр екеуміз кезектесіп жұмыс жасаймыз ғой. Мәди, Әлішер аға қалай? Жақсы. Ағам нағыз батыр болып шықты ғой. Кішкентай кезімнен оны мақтан тұтушы едім осы жолы. Анық көзім жетті. Арналардан көрсетті ғой, көрген жоқсыңдар ма? Жоқ, көрген жоқпыз. Ол не істеді? Әлішер өлімге басын тікті. Қалай, көрген жоқсыңдар ма не? Жоқ. Бір алаяқ 10 жасар қызды алып қашқан. Әлішер онымен кездесуге барған. Саған керегі ол қыз емес мен ғой деп бетпе-бет кездескен. Сөйтіп қызды аман алып қалған. Бірақ ана жексұрын оқ атқан Әлішерге. Оқ кеудесіне тиген. Ой, сұмдық-ай. Енді Әлішер ағаның жағдайы қалай? Қазір әйтеуір тәуір. Тіпті бізден жасырғысы келген екен. Түк болмағанда жүре берген. Бірақ ана ауыр жарақаты сыр берді. Міне, осылай жағдай. Папам ауыр тиген шығар, е? Иә, апама да оңай болған жоқ. Айнұр, осында бола тұршы, мен апама барып қайтайын. Әрине. Бар. Жүр. Тағы да амандасып қояйық. Сәлеметсің ба? Аян, тамақтан ал. Же, ұялма. Ана жақтың тамағы қалай екен? Жақсы. Ол жерде талон береді. Тамақты өзің таңдайсың. Бірінші, екінші тамақ, салат. Жақсы ол. Жаңа достарды тапқан шығарсың. Иә, таптым. Жақсы жігіттер. Енді оны уақыт көрсетер. Уақыт көрсетеді. Санжар екеуміз де сол интернатта танысып едік. Өмір. Теріс жолды таңдасаң, ісің бәрі теріс болады. Санжар сол жолды өзі таңдады. Ақыры ажалда содан болды. Осы уақытқа дейін Санжармен жүрген болсам, не боларымды кім білген? Дегенмен уақытында ақылға келдім. Жігіттер, неге тұнжырап кеттіңдер? Жай әшейін. Тамақ саласың ба? Иә, әрине салам. Егер тағы да араққа келген болсаң, келген жолыңмен қайта бер. Жоқ. Мен сізден кешірім сұрауға келдім. Мені кешіріңізші. Мен артық кетіп қалыппын. Жарайды. Бірдеңе аласың ба? Sıra жоқ па? Тағы да бастадың ба? Қалсын. Жарайды. Кешіріңіз мені. Арақ шарапты қайтесің? Одан да басқа нәрсемен айналыс. Білмеймін, енді айналысатын ештеңе жоқ. Не істейміз енді? Спортпен айналыс. Арақты таста. Спорт? Мә, теңіз орам жапырағы. Денсаулыққа өте пайдалы. Бұны не істеймін? Жейсің? Жеймін. О, мына жерге тағы келген ба не? Мен саған бұл жерге жолама дегенім қайда? Болатбек, сауда жасап жатыр. Иә, сауда жасап жатырмын. Сауда ма? Иә. Біреу ма? Иә, біреу. Жоқ, төртеу. Қанша тұрады? 1200 теңге. 1200.
кешіріңіздер. Жарайды, сау болыңыздар. Ақшаңды алмайсың ба? Қайтесің? Керек десең, осындайлардың біразын әкеп берем, Айна. Ай, болады тек. Рахмет саған. Мақаш жақ. Өзің бірдеңе келдің ба? Жоқ, жай. Өтіп бара жатып кіре салғам ғой. Қаңғысымыңыз орында. Аға, маған мына жерге ешкімді кіргізбейді. Адамдармен сөйлескен кезде мені жарымның тірілген жері сөгіліп кетпейтін шығар. Әңгіме онда емес. Ем алып жатырсыз. Сізге тыныштық керек. Қайдағы тыныштық, аға? Мені жаңа қызметке қойған. Ал мен бір күнде жұмыс істеген жоқпын. Ана айтыс пе? Байқаңыз, қатты қабылдан әлі жазылып үлгерген жоқ. Ең болмаса, менің әріптестерім кірсінші, жұмыс бабымен. Иә, алдымен әріптестер, сосын серіктестер, сосын бүкіл комбинаттағылар осында келсін. Жоқ, рахмет, сіз онсыз да аурухананы мәжіліс бөлмесіне айналдырдыңыз. Аға, түсініңізші, мен бұл үлкен комбинаттың басшысымын. Жұмысым тікелей адамның тұрмыс тіршілігімен байланысты. Ол деген қаншама отбасы, қаншама тағдырлар. Онда менің шаруам жоқ. Сіз бұлай маған қысым көрсетпеңіз. Үгіт насихат жүргізудің де еш қажеті жоқ. Жоқ, сіз мені түсінбедіңіз, айтайын деген бұл емес еді. Қазіргі кезде біздің комбинаттың жағдайы өте қиын. Оның ертеңгі тірлігі, өсуі мен қабылдаған шешіміме байланысты. Мен соны айтайын дедім сізге. Сіз бәрібір маған қысым көрсетіп отырсыз. Ең бастысы, сіз мені түсіндіңіз ғой. Сізден бір-ақ нәрсе сұрайын. Ең болмаса, осы бөлмеде маған жұмыс жасауға жағдай жасап беріңізші. Тап осы палатада. Қалғандардың телефон арқылы шешемін. Аға. Жарайды. Бір амалын ойластырайық. Бір адамдық палата ғой. Ешкімге кедергі келтірмессіз. Рахмет. Мен сіздің өтінішіңізді орындап жатырмын. Сізде біздің айтқанымызды тыңдауыңыз керек. Иә, айтыңыз. Сізге психолог қажет. Оның сеанстарына қатысуыңыз керек. Бұдан бас тартпаңыз. Психолог? Жарайды, келістік. Тек сіз үшін. Егер психологыңыз менімен жұмыс істеуден бас тартып жатса, оған мені айыптамассыз. Оны уақыт көрсетеді. Келістік. Бәрі дұрыс, жүре бер. Мұқият бол, байқа. Әулен екендік болды. Оқ өткізбейтін сауытыңды кидің ғой дер. Толуға мен айда бергенде түптім қатып кететін еді. Бар шей сенде бір. Карина, мен саған ризамын. Мақала оқырмандардың ерекше ықыласына ие болыпты. Алишер туралы қаншама жақсы сөздер жазған. Қара. Батыр, жарайсың, нағыз еркек. Бұлай болады деп кім ойлаған? Иә. Әлде сен сол үшін барыңды салдың ба? Майра, сен де қоймайды екенсің. Негізінен осы сілтемелерді Әлішерге жіберсек бір қуанып қалар. Мүмкін көңілі көтеріліп, содан тезірек сауығып кетер. Иә, мен де соны ойлап тұрмын. Онымен кездесіп тұрасың ба? Енді сөйлесіп тұрамыз. Әрине бұрынғыдай емес. Телефон, хабарлама арқылы. Егер шынымды айтсам, Майра, маған енді Әлішер кіммен жүрсе де бәрібір. Мұның бәрі бұрын болған жайлар. Оның үстіне менің қазір жарасым бар. Иә, онда жақсы. Жалпы мен әйелдердің өз қызметтесімен кездескенін дұрыс деп ойламаймын.
Солай де, Майра ханым. Енді арасында бірен-саран болып тұрады ғой. Айтпақшы, Зарина да өз бастығы Алишерді жақсы көруші еді. Байғұс қыз. Не, обал болды, жап-жас еді. Оны өлтірген адам міндетті түрде өз жазасын алады. Кім болса да. Майра, компаниямыздың атынан Заринаның отбасына жәрдем көрсетсек дұрыс болар еді. Иә, бір жағынан осы туралы ақылдасып, Алишермен сөйлесудің де орайы келуші еді. Ой, Майра, қандайсың, а? Алыңыз, құдағи. Балалардың басын қосып отырмағалды көп болды. Соны бір ойластырсақ. Иә. Бұған сенбі не жексенбі күндері ыңғайлы болар еді. Қалай ойлайсыз? Дұрыс айтасыз, құдағи. Оның үстіне ауа райы да керемет болып келе жатқан сияқты. Жай күндері болсын, мейрам күндері болсын, балалардың басы жиі қосылған керемет емес пе? Сіз өзіңіз бірге болсаңыз, тіпті жақсы болар еді. Болам. Сізге дастархан жасауға көмектесем. Рахмет, құдағи. Тура дәл келдің, балам. Не болды? Отбасымыз болып, бәріміз бір жиналсақ па деп едім. Дәулет Линда мен Әлшер Меруертпен келсін. Жақсылап бір дайындалайық. Сен бір қойды дайында. Сонан ауланы реттей сал. Ал қалған жұмыстарды қыздармен бірге өзіміз реттейміз. Жақсы апа. Айтсаңыз бол, дайындап қоямыз ғой. Жақсы. Беріңдер. Жігіттер, әңгіме бұлай. Осы демалыс күні біздің үйірменің атынан сендерді жарыс қалып барам. Жақсы болады. Дәулет, мен бір сұрағым бар. Егер әр командадан 5-5 баладан келсе, ал сосын ауыр салмақты 5 боксшыны бізге қарсы қойса, не істейміз? Жоқ, ондай болмайды. Сендер әр қайсыларың өз салмақтарында ғана шығасыңдар. Және де өздерімен жас жігіттермен. Дәулет, мен салмақ қуғым келіп жүр. Сол үшін күнде айран ішем, сосын күнде монша барам. Сен олай жасай берсең қаңбақша боласың десің бе? Салмақ тастамай қой, осы ойда жақсың ба? Адам салмақ тастағаннан кейін, бұлшығы кішірейе бастайды. Бұлшығы кішірейгеннен кейін күшің кетеді. Күшің кеткеннен кейін соққында салмақты емес болып қалады. Түсінді ме? Иә. Ағай, мен салмақ қосым өледі, алдыма шыққан тамақтың бәрін жеймін ғой. Тамақтың бәрін жей беруге де болмайды. Адам өзіне пайдалы тамақ жеу керек. Мысалы, таңертең ботқа жеу керек, сүзбе жеу керек, айран ішу керек, сосын ет көп жеу керек. Түсінді. Түсінді ме? Иә. Есінедің? Иә. Осылай. Сәлеметсіздер ме? Иә, Қарағандыға жақын арада ұшатын қандай ұшақтар бар? Мәліметтерді жібере салшы. Содан соң бір күнге билетке тапсырыс беріп қайырсын. Иә, рахмет. Қызым, қайда жиналдың? Қарағандыға қайтым керек. Келгенің жаңаған емес бет. Жаңағына келсем не болып тапы? Қызым, сонда әрлі-берлі жүре бересің бе? Сенің аяғың ауыр емес пе? Апа, қорқатын ештеңе жоқ. Барлығы да ұшақпен ұшып жүр ғой. Ештеңе етпейді. Тіпті айы күні жақындағандарды ұша береді. Қызым, сен мені түсінбедің. Ой, апатай, бастамаңыз. Бәрі жақсы болады. Мен сізбен жақсылап тұрып сөйлесіп алсам ба деп едім. Саламатсыз ба? Иә, айта беріңіз.
Міне, мына бала тамақ ішуді қойды. Құр сүлдері қалды. Тамақтанбайтын ол не деген спорт? Жаңа ғана сол тамақтану туралы сөйлескенбіз. Ой, қайдағы тамақтану? Бұл айраннан басқа ештеңе ішпейді. Неге ішпесін десем, бапкерім солай деді дейді. Ту, апа. Солай ғой енді. Өзің сөйлеп айттың ғой. Қанағат, мен саған солай айттым ба? Жоқ ағай. Жақын арада жарыс бола ма деп соған дайын болайын деген. Қайдағы жарыс? Бұлар әлі ештеңені білмейді ғой. Неге білмейді? Балалардың бәрі дайын? Жоқ, мен ешқандай да жарысқа рұқсат бере алмаймын. Баламды ертең біреуге бұрып қансыратып кетсе, қалай болады? Сіз жауап бересіз бе? Апа. Жоқ, осында жібергеннің өзінде қай күні қансырап өлейін деп береді екен деп жүрегім ауырып отырады. Уайымдамаңыз сіз, неге жаман нәрсе ойлайсыз? Мүмкін ертең балаңыз чемпион болатын шығар қайта. Қанағат біздің жігіттердің ішіндегі мықтыларының бірі. Иә, тәте, Қанағат біздің досымыз, ол бізбен бірге үлкен жеңісті көру керек. Ой, білмеймін. Сіз енді баланы бетін қақпаңыз олай. Апа, әкем екеулеріңіз мен мақтан тұтқандарыңызды қалаймын. Өзімнің мықты екенімді дәлелдегім келеді. Міне, ұлыңыз спортты сүйген екен. Сеніңіз енді балаңызға. Жарайды. Бірақ тек қана осы жол ғана. Қалғанын көре жатармыз. Рахмет, апа. Мен сіздер жаттығуларыңызды жалғастыра беріңіздер, мен отырып қарай тұрайын. Рұқсат болса. Әрине, отырыңыз. Жүріңдер. Айуандар. Иә, қарап шығып өзімнің пікірім жазып жіберемін. Ағылшын тіліндегі мәтінге өзгертуді кім енгізеді? Өзіміздің маман ба? Иә, біздің аудармашымыз. Терминдерін заңгерлермен ақылдасып алып. Келісімшарт осы аптаның соңында аяқтағандары дұрыс. Жұмыстан тыс еңбегі үшін арнайы сыйақы төлейміз. Иә, түсіндім. Бәрін уақытында бітіруге тырысамыз. Жәнібек, ғаламтордан IPO-ға байланысты материалдарды қара. Ірі компаниялардың тәжірибесімен танысып шық. Иә. Әлшер Ермаханұлы ма? Қазір. Менің атым Сәуле. Мен сіздің психолог дәрігеріңізбін. Мені сізге жіберді. Қазір. Жәнібек, мен саған кейін хабарласам жарай ма? Жақсы. Сәуле, сіз маған 2 сағаттан кейін келесіз бе? Ренжімесеңіз. Менің жұмысым көп еді. Байқап тұрмын. Сізге менің көмегім артық болмас. Сәуле, былай жасайық. Сіз осы палатада отыра беріңіз. Содан кейін сіздің міндетіңізді өте жақсы атқарғаныңыз туралы мен айтамын. Жанымызды ортып қайтеміз. Әркім өзінің шаруасымен айналысу керек. Солай ма? Бірақ менің шаруам сізбен жұмыс жасау. Мен сізді түсінемін. Маған оғатты. Құдайға шүкір аман қалдым. Бірақ бұндай жағдай кім-кімге де ауыр тиетін сөзсіз. Сондықтан бұл... Осы сөзіңіз менің болжамымды растайды. Сіздің жарақатыңыздан кейінгі қалған қорқынышыңыз бар. Енді бұндай жағдайдан кейін қорқыныш кез келген адамда болады ғой? Көп адамда болады. Бірақ сіз ұзақ уақыт бойы жүйке күйзелісін бастан кешірдіңіз. Ол анық. Мен сіздің жас маман екеніңізге ешқандай күмән келтірмеймін. Бірақ дәл осы сәтте психологтың көмегіне ешқандай зәру емеспін. Кейінге қалдырсақ бола ма?
ауланы реттей сал десем, сендер тіпті құм қалашы жасап жүрсіңдер ғой. Иә, менің мәдиім осындай. Құмы жақсы екен, Мәке, мына құмның ішіндегі аппақ түйіршіктер не нәрсе? Тұз ғой. Кәдімгідей таза тұз. Мынау тұз ба не? Дәмін көрсеш. Бұны арнайы теңізден әкеледі. Мына сонда Каспий теңізден алып келген тұз ба не? Жоқ, қара теңізден. Қош? Білесің бе, елдер тұз жоқта мынаумен ет тұздайды. Бұны үйге алып кет. Қалжың сеніп қалдың ба? Мынау кір тұз ғой, арнайы құммен араластыратын қоспа. Қыста жолға себет. Сен де бір. Мұның күлетін ештеңесі жоқ Мәке. Мәди, мына құм балаларға зиян емес пе? Балалар болатбек емес қой, бұны жемейтін шығар. Мәди, сен де қалжың бітпейді екен. Дегенмен жақсы жасапсыңдар. Жарайсыңдар. Біздің мектепке де қою керек, балалар қуанып қалар еді. Несі бар? Үлкенде қылып жасап қоюға болады. Оның үстіне Естай жуырда мектепке барады ғой. Мен көршілермен сөйлесейін. Бәріміз бірігіп, балаларға арналған қалашы жасап жібереміз. Болады? Мәди. Болай, Болатбек. Қой енді. Сіз кетпейсіз бе? Жоқ. Мен өз міндетімді атқаруға тиіспін. Біз екеуміз жұмыс бастап кеттік. Солай ма? Ал мен үндемей қойсамшы. Сонда да отыра бересіз бе? Сіз нағыз батырға лайықты ерлік жасадыңыз. Сіз мені түсініңіз. Мен сізге көмектескім келеді. Кешіріңіз. Бірақ сіздің маған көмегіңіз қажет емес. Дәл қазір. Жарайды. Екеуміз 5 сеанс өткізуіміз керек. Сондықтан да мен ертең келем. Сіз 1 сағаттық сеансқа дайын болыңыз. Ал мынау қазіргі есептелмей ме? Ыңғайы келгенде хабарласасыз. Сонда мен келем. Рахмет. Жақсы. Ауылбай, жүргізушілерін сатып алсың ба не? Жүре берші. Алло, Линда, рөлден кейін хабарласам өзім. Рөлден деймін, кейін өзім хабарласам. Өзің Ауылбай. Сәлем. Сәлем. Қалай, ұнай ма? Жақсы, жаман емес. Бұл әлі өңделмеген түрі. Қазір түзетулер енгізеді. Апам хабарласып жатыр, мен қазір келем. Өздеріңіз сөйлесе беріңдер. Соңғы нұсқа қашан бітеді? Дәулет, болсам ойыншық емес. Соңғы нұсқа қашан бітеді? Соңғы нұсқасы бітеді. 7 жолдың әрі қайсысына ревер мен делейін қосып болғаннан кейін топтастырып, мастеринг жасағаннан кейін бірақ бітеді. Түк түсінген жоқ. Мен басын қадырмай қойшы, түсінбейсің де сен оны. Сен спортшысың, мен дыбыс режиссерімін. Түк қатысы жоқ. Спорт бөлек әлем, дыбыс режиссурасы бөлек әлем. Технология менен өнердің қосындысы. Сондай ма? Технологияны білеміз ғой, сым темірлер, электроника. Бірақ сен мына өнерге не қатысы бар? Түймелерді басып отырасың болды.
мынаның бәрін оңай деп тұрсың ба сен? Әрқайсының өзінің атқаратын қызметі бар. Сондай ма? Иә. Бұның бәрін есте сақтау керек. Бұл әркімнің қолынан келе бермейді. Сен фильмді көріп пе ең? Титаник деген кеме жайлы. Иә. Сол кеменің бөлініп суға бататын кезін білесің ба? Иә. Сол кезде дыбыс шығады. Бұндай дыбыс шығады, қара. Көрдің ба? Жоқ, ол жерде бұндай дыбыс емес. Ол жерде анау жануардың өліп бара жатқан кездегі бір дыбыс сияқты болып шығады. Осы дыбыс деген сияқты ма? Бір сондай дыбыс. Титаниктегі дыбыс осы дыбыс деймін саған. Мен білемін, ол кино. Осы деймін. Ей, жігіттер, сендерге не болды? Мен Дәулетке Титаниктің бөлініп... Иә, білем. Сен оны маған күнде айтып жүрсің ғой. Саған бар ғой, мұғалім болу керек. Және Титаник сау бол. Кетші. Жарайды, сау бол. Спортшы. Айнұр, бергеш. Сенің әлгі өтінішің қайда? Соның үлгісін пайдаланайын деп едің. Мәтек отырғанға 2 сағат болды, әлі бітірмегенсің бе? Жалпы мен не айтарымды білем, тек ойымды қағаздың бетіне ресми түрде сұрамайын. Сен оны сайттан үлгісін ал. Сосын өз сөзіңмен жазып шық. Кейін мен бір қарап шығайын. Мен сайттан қарадым ғой. Мысалы қара, мұнда құжаттардың мынандай тізімі бар. Біраз нәрсесі керек сияқты. Тек оны қалай жіберемін, соны білмейді. Қалай жіберетін несі бар? Оның түкте қиындығы жоқ. Әдеттегі құжаттар, өтініш, куәлік, меншік құқығының актісі. Тек салық комитетінен анықтамасының көшірмесін алу керек. Бітті? Сен де көшірмені ала берейін, мен қазір балаларға барып келейін. Тоқта, қара. Қазір мен жіберейін. Ертең қалған құжаттарды тапсыруды ұмытпа. Соны көрем бе? Кезек көп шығар. Оның үстіне тапсыратын құжаттар да аз емес. Сен тапсыруға тырыс. Апаңа, ағаларыңа қолынан келгенше бәрін істеймін деп сөз бергенсің. Сен істемесең кім істейді? Иә, дұрыс айтасың. Міне, жібердім. Енді сен өтінішіңді жаз. Балаларға өзім барам. Рахмет. Қолыңдарым ойнап отырсыңдар ма? Естай? Қажыр апай, анда сарайдағы велосипед кімдікі? Білмеймін, ол Мәдиден сұрау керек. Ана балалардың далаға шыққаны қандай жақсы болды. Қарашы, таза ауада қалай ойнап отыр. Үйден шықпайды. Баяғыда шешеміз ұрыспағанша үйге кірмеуші едік. Қызық. Сіз кішкентай кезіңізде қандай болғансыз? Мен кішкентай күнде бұзық болатынмын. Ұлдармен ләңгі, доп ойнайтынмын, асық ойнайтынмын, былай ойнайтынмын. Қазіргі балалар ғой, компьютердан басқа ештеңе білмейді. Иә, дұрыс айтасыз. Мәди, қайда кеттің? Дүкенге Алтынайға назаттарды бере салдым. Мүмкін мен барып келермін. Алтынаймен сөйлесетін әңгімем бар еді. Жарайды, барып. Мә? Жеңіл. Мәди, анда сарайдағы велосипед кімдікі? Ол бұрынғы қожайындардан қалған. Не болды? Бұлай жүріп тұрған сияқты. Сонымен барып келсем бола ма? Бар. Рахмет. Абайлап жүр. Аха. Мүмкін жейтін бірден алып келерміз, а? Болмайды. Сол кезде ол келіп қалуы мүмкін. Сен отыр, ал мен жылдан тамаққа барып білейін. Жоқ дедің бе, болды, шыда.
Мәулен біздің аңдып жүргенімізді білет. Сондықтан келмейді. Қаладан кетіп қалуы да ғажап емес. Ол келмейді. Бас істеріміз, Немене, мен сенімен ойнап отырмын ба мында? Біз тапсырма орындауға келдік мында. Болды. Бекерге уақыт өткізіп отырмыз. Есіңде болсын, біз ешқашан ештеңені бекер жасамаймыз. Мүмкін досыма телефон соғармыз. Бізге тамақ алып келеді. Болды. Кетші бұлай. Не болды сен? Кеттен ғой мен саған. Бауыр ме? Сен отыр дос. Отыр. Бауырым, менің өмірім осындай. Бәрі сатып кетті. Сен іш. Қысылма іш. Сенің атың кім? Бақыт. Солайды. Екеуміз аттас болдық қой. Мына жерлерден ешкім жүрмеді-ау дейм, Бізден басқа кім жүрсін? Қолыңа не болған? Күйіп қалған. Мына күнге қалай жеттің сен, Мен ешқашан жұмыс істемеген жігітпін. Жұмыс істегім келмейді. Әйелім есепші болды. Содан кейін әйелің өліп қалды ма не? Жоқ. Басында біраз тартты. Кейіннен жалыпты ғой деймін. Қуып жібер. Жасың нешеде? 42-де. Жақсы. Бауырым-ау. Менің басымда да бір адамға жетерліктей қиындық бар. Бәрі жұмыстың кесірінен. Кейбір кезде соны ойлаған кезде айдалаға бесіп кеткім келеді. Саған жақсы екен ғой. Жұмысың бар. Тап мына сенің орныңда мен болсам ғой, шіркін. Сен менің орнымда болғанда менің өмірім бірталай жеңілірек болар еді. Орныңмен ауысқың келе ме? Келеді. Бірақ ондай болмайды ғой. Мен саған осыны дәлелдеп берейін бе? Дәлелде? Тағышқың келе ме? Анау жанармай бекетін көрдің ғой? Қазір мен сонда барам да саған тағы біреуін алып келемін. Сен осы жерде отыр, жарай ма? Hadi кетпе.